Жақын арада борышкерлердің, әсіресе ниеті адал емес борышкерлердің жағдайлары қиын болады. Айта кетейін неге. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында детективтік агентство туралы заң қарастыруда. Ол заң міндетті түрде қабылданады. Сондықтан осы борышкерлердің үш категориясына құлақтарына алтын сырға. Бірінші категория ол алимент төлеушілер. Бұрынғы әйеліңіз детективті жалдап, ол сыртынан сізді бақылап, сол бақылау нәтижесінде сізде жасырын көз табыс анықталған болса, онда бұрынғы әйеліңіз арызы бойынша сізді әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тартуға болады. Міндетті түрде алимент мөлшері көбейеді. Екінші категория, мысалы сіз біреуге қарызсыз, қарызыңыз сот орындаушыға өтті, сіз қарызды әдейі ерегесіп қайтармай жүрсіз. Онда қарыз талап етуші детективті жалдайды, детектив сізді сыртынан бақылайды. Бақылаудың нәтижесінде сізде қарызды қайтаруға мүмкіншілік бар болғаны анықталған болса, яғни ниетіңіз адал емес екені анықталған болса, онда сізді әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тартады. Үшінші категория ол банкроттыққа берушілер. Сіз құзырлы орган арқылы немесе сот арқылы банкроттыққа өтінішті жібересіз. Содан кейін банктер, микроқаржы ұйымдар, коллекторлар міндетті түрде детективтік агентствоның қызметін жалдайды. Олар сізді сыртынан бақылайды. Егерде сол бақылаудың нәтижесінде расында сізде көз табысы бар, ниетіңіз адал емес болып анықталса, онда әрине банкроттыққа шыға алмайсыз. Одан қоса сізді әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тартатын болады. Сондықтан біліп қойыңыздар.